Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым. Армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Қытай не болып жатыр? Қытай тақырыбына соқпай кеткелі біраз болды. Мына Қытайдағы үлкен сұмдық оқиғалардың легін айтатын болсақ, бірнеше оқиға болған тұр. Ол қандай оқиға дейсіздер ғой. Мына Си Цзиньпин деген сұмырай Шанхайды жауып, карантин деп, одан Шанхайдың халқы наразы болып, одан міне микрорайонда ереуілге шығып еді, оған танкі, әскери техника кіргізіп, Шанхайдың өзінде әскери база болғанына қарамастан сырттан әскери техникаларды кіргізіп, қысқасы ию-ғию ырду болып жатыр. Ырду-дырду еді, сұмдық еді. Бұндай сұмдық енді болмаған шығар еді. Енді бұл оқиғалардың легі осындай болып тұр. Бұлар енді сол Шанхай қаласы үлкен бір былықтың басы болайын деп тұр. Үлкен былықтың басы болайын деп тұр. Себебі әскери техникалар кірді. Шанхай енді ол сауатты ел, өте сауатты. Сауатты болғандары соншалық. Ол енді Қытай үшін алғанда цивилизацияның локомотиві. Бұл енді Шанхай енді былығып жатыр. Адамдар өліп жатыр. Үйді есігін сыртынан құлыптап жатыр. Сварка деп дәнекерлеп жатыр. Темір есігі жоқтарға темір есік қойып жатыр. Шанхайдың өзін өстіп әскери техника кіргізіп, өстіп дал-дұлын шығарып, міне быт-шытын шығарып, мынау Қытайдың енді бірдеңе болып жатыр. Енді осыдан барып мен таңырқаймын. Мынау соғыс болып жатқан Украинада халық аштан өліп жатқан жоқ. Соғыс болып жатыр. Әскери техника көше біткен, қаладар қираған, адамдар деген метроның ана үңгірлеріне кіріп алып жан сақтап отыр. Әйелдер дегенің мына неменеде далада уақытша құрылған шатырларда туып жатыр. Докторханаға дейін қиратылған. Украинада халық тәртібімен өмір сүріп жатыр. Азық-түлік жеткізіп жатыр. Ашық қалдық деп жатқан ешкім жоқ. Ал мына жау түймей, соғыс түймей Қытай қырылып жатыр. Содан мен мына Қытайыңды да ойлап қалдым. Бұларың бар ғой, мен мейлі маң жерінен сен көп бол, мықты бол, пысық бол, анау бол, мынау бол, сенің басқарушы жүйең, дара билеуші жүйе болса бар ғой, ол амалың жоқ екен. Мына керемет деген, мықты деген халықты, мысалы орыстар әдетте мақтамыз анау дейді ғой, міне Путин сияқты бір есек басшы болып еді, құртты ғой міне. Не өндіріс жоқ, не батыстық демократия жоқ, не әділ сайлау жоқ. Міне бүкіл халықтың бәрін үгіттеп, пропагандамен ауыртып, шовинизммен ауыртып, құртты, соғысқа батырды, қайда барса сүйкімсіз міне.